Қадір түні Қыдыр ата келе ма? Қадір түнінде ешқандай да Қыдыр ата келмейді. Есесіне бұл түні Раббыларының бұйрықтарын орындау үшін періштелер түседі. Имам Куртуби, Қадір түнінің құлшылығының даңқы биік болғандықтан бұл түн Қадір түні деп аталды. Алла тағала бұл түні Қадір қасиет иесі болған ардақты пайғамбарға саллаху алейхи уә сәлем аса қасиетті Құран кәрімді түсіріп, ең қадірлі үмметке нәзіл етті. Ол түні қадірлі, абырой иелері болған періштелер жерге түседі. Жер періштелердің көптігінен тар болып қалады деген. Имам Шаиби, Қадір түні періштелер таң атқанға дейін мешітте құлшылық еткендерге сәлем береді дейді. Ал ғұлама Мужахид, Қадір түні тағдыр түні. Оның бұлай аталуының себебі, Алла тағала бұл түні келесі жылғы Қадір түніне дейін кімнің ажалы жететінін, кімге қанша ризық несібе бөлінетінін, тағы басқа үкімдерді белгілейді. Содан соң барлығын 4 періштеге, Жәбірәйіл, Исрафил, Микаил және өлім періштесі